кеше Бекзат бауырым душе күтті бар ғой, бармаған жеріміз қамат. Уақыт жеткізе алмадық қой, уақыт. Мына Бекзат бауырым да келіп жатыр, қазір бір жерге бар шай ішейік. Ассалаумағалейкум. 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 Қалай жатасың? Мына бел қалай бел? Нормально. Азам яна сот орындаушы келіп барған, мазаны алды бар ғой. Шешпедің ба не? Сол шешіп беретін адам бар ма? Шешетін бір идея бар бауырым. Айлығы аз жұмысқа тұрасың, аз әлеумет төлейсің. Бола ма не олай? Істеп жүрмін ғой, бірақ жігіттер арамызда қалсын, ешкімге айтпаңдар. Жігіттер, бұларың ұят қой сендер, ұялмайсыңдар ма? Ертең заң алдында да, Құдай алдында да сол балдарға сендер жауап бересіңдер ғой. Абдулла дұрыс айтады. Аллах тағала сендердің сол балдардың ризық несібесін сендер арқылы берген. Ал сендер барып дем алып, рахаттанып жүргенде, ақшаларыңды ысырап еткенде бір рет болса да ойландыңдар ма? Менің балам не жеп жүр? Мына мектеп басталды, киімі бүтін ба? Жігіттер, алимент төлемейтін болсаңдар, заң алдында қылмыскер, Құдайдың алдында күнәһарсыңдар. Бір нәрсе айтайын. Құдайдың алдында жан ұясы үшін, бала шағасы үшін әкесі жауапты, анасы емес. Осыны естен шығармайық.